Ондайлармен суретке де түспеймін. Қайрат Нұртастың қызы өкпесін айтты. Әнші Қайрат Нұртастың екінші қызы, Алау Нұртас, тікелей эфирде оқырмандар сауалына жауап берді. Бұл туралы Қазақ Today ақпарат порталы хабарлайды. Оқырманы Алаудан: сізге жеке тұлға ретінде емес, Қайрат Нұртастың қызы деп қарағаны көңіліңізге тие ме деп сұрады. Әрине, көңіліме тигенде де қатты тиеді. Өйткені мен туылғанда маған Қайрат Нұртастың қызы деген есім бермеген. Маған Алау деген есім берді. Менің атым Алау. Тағы да айта кететін жайт, егер маған сен Қайрат Нұртастың қызысың ғой, суретке түссем бола ма деп айтса, мен келісімімді бермеймін, деді әншінің қызы. Желі қолданушылары Алау Нұртастың бұл сөздеріне түрлі пікір жазды. Тәлпіштенбеші, сен Қайраттың қызы болмасаң, ешкім суретке түспесте еді. Сол үшін ғана танымал емессің бе? Мақтанбасың ба керісінше? Дұрыс айтып отыр, деді олар. Құрметті көрермендер, Алау Нұртастың мен туған кезде маған Қайрат Нұртастың қызы деп емес, Алау деп ат қойған деген сөзі жаста болса саналы, өз болмысын қалыптастыруға талпынған тұлғаның айқын ойы. Қайрат Нұртастың қызы болу мақтаныш. Бірақ бұл Алаудың өз атымен жеке дара жолын жоққа шығару деген сөз емес. Әр адам өзін жеке тұлға ретінде дәлелдеуді қалайды. Ата-ананың абыройы тек бастауы ғана. Ал әрі қарай кім болатыныңды өзің шешесің ғой. Алауда өнерге енді қадам басып келе жатқан жас қыз ретінде өзін өз атымен танытқысы келеді екен. Бұл ешқандай да тәкаппарлық емес. Дербестікке ұмтылыс. Желіде орынсыз сын жазбай, керісінше жас өнерпаздарға қолдау көрсетіп үйренейік. Себебі бүгінгі Алау ертеңгі үлкен сахнаның жұлдызы болуы мүмкін.